Бүгін Қазақстан туралы керемет осындай қолөнер бұйымын жасайтын боламыз. Менің видеомның соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Яндекске кіріп, фон, клипарттарды көшіріп алып, 230 граммдық глянц бумаға шығарып аламыз. Барлығын қиямыз. А4 размердегі пенопластты алып, сыртын қағазбен жапсырып шығамыз. Мен барлығын ыстық клеймен жапсырдым. Енді бізге шпажки қажет. Шпажкиға ғана қиып алынған клипарттарды жапсырып шығамыз. Қазақстан картасын мына пенопласттың тура ортасына клеймен жапсырып аламыз. Клипарттар дайын болды. Енді барлық клипарттарды шпажкиге жапсырдық. Соның барлығын пенопласттың үстіне орнатып шығамыз. Пенопластқа жасасаңыздар оңай орнатылады. Негізі коробкаға жасасаңыздар болады, бірақ оған орнату қиындау. Менің осы видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар және достарыңызбен бөлісіңіздер. Менің қолдан жасалған бұйымым дайын болды. Өте керемет шықты деп ойлаймын. Егер сіздердің көңілдеріңізден шығып жатса, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Келесіде қандай бұйымды жасап көрсетейін, соны комментке қалдырсаңыздар өте қуанып қалар едім. Келесі кездескенше сау болыңыздар.